не істеп тұрсыз? Жоқ, не үшін сіз мені шашты деп ойлап тұрсыз? Не үшін мені шашты деп ойлап тұрсыз? Ол үйге сен кіріп тұрсың. Мен согласие жүзекке звондап аудио барлығын тексеріп сіздерге мен кірген жоқпын. Мен горничный. Ой, енді сіз доказать етсеңізші мен ол алдында кіргенімді, басқарғанымды. Сөйтіп маған айтыңыз. Доказать етсейші ал ол Мен өзімнің видеомды көрсеттім ғой, мен видеомды сіздерге көрсеттім. Сосын шығып қайтадан видео бастап түсіріп алып. Жарайды, мақұл. Сөйтіп ойлаңыз. Мен видеоны көрсетіп мен ол шашылып жатқан киімдер. Оны білмейміз ғой. Енді мен қайдан білемін мен де білмеймін, мен сол үшін шақырған шығармын 102-ні. Үйдің іші шашылып жатыр, адам жоқ. Сол үшін мен шақырған шығармын адамды 102-ні. Мен де ақымақ емеспін ғой, кеп 102-ге звондап басқа қылатын. Мен үйге кірмей жатып 102-ні звондап бәрін шақырып қойғам уже. Маған үйтіп горничный мен жанымда болды. Горничный кетті. Кеткеннен кейін мен 102-ге звондадым. Бірінші горничныймен бірге 102-ге звондадым. 102-ге бірсің, участковыйды шақырып барып бірге кіруің керек. Сен жалғыз өзің. Значит, бұған дейін кіріп қойғансың. Мен кірген жоқ. Мен 102-ге звондағаннан кейін ол кісі 12-де шығу керек болған. Үйге сен жалғыз кірдің ба? Мен 102-ге звондағаннан кейін жалғыз кірдім. Енді 102-ге звондағаннан кейін мен сосын барып кірдім. Видеоға түсіріп барлығын. Біз қайдан білеміз, үйге кіріп барып қайттан шығып видеоға түсірген шығарсың. Жоқ. Енді камера бар ғой соған енді. Не үшін қарамайсыздар? Еш нәрсені білмей жатып маған өйтіп обзывать етіп жатсыз. Соны түсіндіріңізші маған. Ештеңені қарамай жатып маған олайын әңгіме айтып тұрсыз. Бәрін қарап жатыр. Кім есің кім еді? Жоқ, жұмыс істеп жатса енді не үшін онда маған сен деп тұрсыз енді? Бағана бер. Саған ешкім сен деген жоқ. Қойыңызшы, мен бағана бер тыңдап тұрмын ғой барлығын. Біліп тұрмын ғой. Отырса нешіп тұрсың? Видео түсіремін, мен барам ана жаққа. Мен де өткен потерпевший. Мен де потерпевший. Мен потерпевший. Отыршы жалғыз. Мен потерпевший. Не бойынша звондадың сен? Мен квартирамда шаш тастаған, сол есікті ашық тастап, мынау мені арендовать еткен адам. Айтасыз. Енді мен барып тұруым керек сол жерде. Не үшін емес, заявление қабылдап. Ол маған заявление, мен де үстінен встреча заявление жаздым, мен тыңдау бойынша. Енді бірінші одан жазады ғой, бірінші ол жазады. Бірінші потерпевші ғой. Жоқ, ол кража бойынша звондады. Сен түсінбейді екенсің. Неғып мен түсінбеймін? Түсінсең отырсай онда. Кішкене айқайламай сөйлеңізші өтініш. Енді айқайламай Мен сізге айқайлап жатқан жоқпын, мен сізге нормально түсіндіріп жатырмын. Мен сізге нормально түсіндіріп жатырмын. Мен кино ойнап жатқан жоқпын сізге. Өтірік айқайлама, отыр ана жерге. Сіз олай кино ойнап жатыр деп ондай маған әңгіме айтпай ақ қойыңызшы өтініш. Үлкен ер азаматсың, жалғыз отыр. Жоқ, ер азаматпын, білемін, мен өзім тірлігін істеп жүрген адаммын мен, өзім жұмысын істеп жүрген қарапайым адаммын мен де. Енді сіз келіп мені обзывать етіп жатсың. Еркекше болса мен жоқ. Мен барам түсірем ана. Неге еркекше емес? Ана жақты түсірем. Не үшін мен? Ана жақта следственный действие өтіп жатқан шығар. Енді мен неге түсірмеуім керек? Мен енді өзім құқығымды қорғауым керек шығар бұл жерде. Мен өзім неге айқайлаватсың? Жоқ, сіз айтыңыз. Жоқ, сіз мен үйтіп самаңыз мен. Сіз менің құқығымды таптап тұрсыз қазір. Сіз менің құқығымды таптап тұрсыз. Сіз менің құқығымды мен соған айқайлап тұрмын. Сіз менің құқығымды таптап тұрсыз, мен соған айқайлап тұрмын. Шықпайсың конкурс. Шығам, неге шықпайды екенмін? Ашыңыз. Аш, жалғас. Жоқ, ашсаңызшы. Отыршы. Жоқ, ашсаңызшы деймін. Ашпаймын мен сені. Олай ұстамаңыз мені. Ашпаймын. Ұстамаңыз. Бар деймін. Ұстамаңыз деймін. Бар деймін. Жоқ, ұстамасаңызшы деймін. Баш, жалғас. Жоқ, ұстамасаңызшы. Баш, жалғас дейміз. Мен де шығып қарауым керек шығар. Қазір қарайсың. Нені қараймын? Бәрі біткеннен кейін барып қараймын. Нені қарамақшысың? Не болып отқан, не әңгіме болып отқан, мен де білуім керек шығар. Естідің ғой сен әңгімесін. Ұрлық болды деп. Енді мен айқайламашы. мен сізге айқайлап отқан жоқпын. Маған айқайламаңыз, маған нормально. Түсір тоныңды, түсір. Мен сізге тон көтеріп тұрған жоқпын. Тоныңды түсір. Мен сізге тон көтеріп тұрған жоқпын. Қазір көтеріп тұрмын. Мен сізге түсіндіріп тұрмын. Қазір көтеріп тұрсың. Сіз мені түсінбей жатсыз. Түсіндірме маған. Қалай мені олай түсіндірме? Ұстап түсіндір. Мен сізге бағана нормально бәрін айтып мен қолым шыбағансың ба әлде? Тексеріңіз, жүріңіз экспертизаға қарай. Қолын сілтемей дұрыстап мен өзім білетін шығармын енді. Менің денем мен дұрыстап сөйлеп тұрмын. Түкірмей. Енді мен өзім солай сөйлеуім, онда жақын тұрмаңыз, ана жерде арақашықтықта тұрмын. Сен аяққа шығып тұрсың ғой енді, баршы. Мен не үшін шықпаймын? Отырсай. Мен не үшін шықпаймын деймін? Отырсай. Мен не үшін шықпаймын деймін? Айтсаңшы, мен не үшін шықпаймын? Қандай заң бойынша мен шықпаймын? Мен де заявление жазып, ол жерде қатысуым керек. Мен қатысуым керек сол жерде, болуым керек. Жазасың, бош. Енді ставка болады, бір-бірінің показанияларыңды көресіз, бересіңдер. Қазір бір-біріне тілдесесіз. Роботға барайық. Жоқ, роботға жұмыс үйретпей ақ қой бізге. Сіз тыңдаңызшы, роботға барайық, сол кезде екі комнатада отырғызып істетсеңіз мақұл ма? Мен ол кезде ешқандай не қылмаймын. Қазір мен мына жерде арендовать етіп отқаннан кейін мен ол жерде болуым керек. Отыршы ар жақта. Жоқ, неге сіз оны мені ұстап тұрсыз деймін? Отыршы. Отырмаймын мен. Мен барып қатысуым керек деп тұрмын. Шығармаймын сен конкурс. Не үшін шығармайсыз? Не үшін? Мұң айтсың. Жоқ, причина айтыңызшы, не үшін? Заявление қабылдап ар жақта. Енді мен сонда заявление жазайын ба? Мен қатыспауым керек. Показанияңда бәрін. Жоқ, айтсаңызшы енді, айтсаңызшы. Не үшін мен барып тұрамын? Мен барып тыныш тұрамын.
мен ол жерде бағана бері қатыстырған жоқсыздар. Мен қатыстырған, мен сөйлеген де жоқпын әлі бір ауыз. Ол кісі айтты, мен қатысып керек емес. не үшін қатысып? Сол. Не үшін керек емес? Жоқ, айтсаңшы, заң бойынша мынандай. Кедергі жасайсың. Мен тыңдаймын ол кісіні, мен сөйлемеймін, просто видео Мен саған обращение жасап отқан жоқпын, қой бұл. жоқ, мен сізге де обращение жасадым. Сіз мені ұстап тұрсыз Жасамасам просто. болды ендеше. Сіз мені ұстап тұрсыз просто мына жерде. Мен барып тұрамын. Жасамасаң жасамай ақ қой. жоқ, сіз мені ұстап тұрсыз ба? Мен саған обращение жасап отқан жоқ, не үшін ұстап тұрсың? Онда былай тұршы, обращение жасамасаң мен шығайын ба? Тұрмаймын мен. Не үшін? Сол. Не себеп? Сол деп жоқ, шығармай. айтсаңшы, не себеп? Ар жақта следственный действие мешать етесің сен. Енді мен де оған қатысым бар шығар, мен де оған қатысым, мен де шақырмайды. Мен сілтеп сөйлеймін. Сілтемей сөйле. Сілтеп сөйлеймін мен. Естіп отқан жоқпын онда мен сен сөйтіп сөйлейтін болсаң. Мен былай қашыңызшы, мен өтейін. Жібермеймін мен. Лейтенант мырза, Жібермеймін. қашыңызшы өтініш. Жібермеймін. Не себеп мені ұстап тұруыңыз? Кедергі жасап отырсың. Не үшін, қандай кедергі ол? Кәдімгідей кедергі жоқ, жасап қандай отырсың. кедергі ол, айтыңызшы маған. Міне мынандай кедергі деп айтыңызшы. Заявление қалдырып жатыр ар жақта. Аха, енді оған енді сіз мынау өзіңіздің телефоныңызбен түсіруге құқығыңыз бар ма? Мен көрсетіңізші маған құқығыңыз бар екенін. Сіздің сізде жетон болу керек, видео жетон болу керек, сол видео жетон арқылы түсіруіңіз керек. Фиксация арқылы солайла жасалсын. Білем? Үйретші, тағы не болу Мен керек? үйретіп отқан жоқ, мен өзім білгенімді сізге айтып тұрмын. Мен өз құқығымды өзім қорғап тұрмын осы жерде. Тағы не болу керек? Мен өз құқығымды өзім қорғап тұрмын. Мен сізге, мен отырмаймын, мен Сен шығамын. болып өткен соң ғой потенциальный білесің ба? Жарайды. Үйтіп өтсе болды енді. Болды, сен өткен шығармын десең, сен бәрін прекрасно білесің ғой. енді маған не деп тұрсың? Не үшін шығармай тұрсың мені? Бәрін біліп тұрсың. Не үшін шығармай тұрсың мені? Сен ұрлық болған үйге өзің жалғыз кіріп кеткенсің. Мен өйткені бұл үйде қожайынмын. Мен паниковать қараңыз, етесің. мен Қолын қожайынмын. сілтемей сөйлеме. Мен өйтіп самаңыз деймін, өйтіп самаңыз деймін. Мен қолым сілтеп сөйлеймін мен. Сілтем Сен сөйлеме. завод еттің ба? Завод еттім. Болды, онда Енді қараңыз, енді қараңыз. 12-ден кейін уақыты бітті. Мен ол кісіге хабарластым. Мен саған түсіндіріп жоқ, мен сізге түсіндірейін бе? Күтсей мен түсіндіріп жатырмын. Сен мысалы хозяинсың, иә, сен бұған тапсырып жатсың, иә. Тапсырған шарт бойынша біт. ол кісі 12-де шығу керек. Участковый шақырасың, участковый екеулерін бірге шығарасың. Енді қараңыз, участковый маған звондады. Звондағаннан кейін айтты, маған видео барлығын. Же сен құқығың бар ма не? Участковый кір десе кіре бересің. Енді маған енді заң қызметкері айтып тұрған екен, мен қайдан білемін Жоқ, маған? құқығың бар ма не? Сен жоқ, маған заң қызметкері айтып тұр ғой. Маған заң қызметкері айтып сен тұр. біліп тұрсың ғой барлығын. Сен өзің айтып отырсың маған заң қызметкері айтып отыр. Кір видеоға түсіріп бәрін жіберсеңіз. Жоқ, заң қызметкері басқа бір нәрсе айтса немене істейсің ба оны? Енді мен заң қызметкері айтқаннан кейін мен барлығын заң бойынша бәрін звондап, мен ескертіп сөйтіп. Мен кіммін, заң қызметкерімін ба? енді сіз қазір Болды онда, отырсай онда. жоқ, мен бұл жерде мен согласование заң қызметкері арқылы видеоға түсіріп бәрін келіп кірдім. И мен де как-то потерпевший болып вызовқа жібердім. И сіздер қазір тұрсыздар, мен шығармай ана жаққа мына жаққа. Қайда шығармай, сен ана жаққа барып шулатып жүрсің ғой. Мен не шулап жүрмін? Не деп шулап Қашып жүрмін? кетсеңші бәлкім. Мен қашпаймын мен. Мен видеоға түсіріп тұрмын, мен қашпаймын. Мен қашпаймын. Жүріңіз жанымда онда тұрсаң. Мен еш жаққа шықпаймын, мен ана кісінің жанында тұрамын. Болды. Неге мен шықпайды екенмін? Шықпайсың. жоқ, шығамын мен де. Осы жерде шығасың. жоқ, шығамын деймін. Болды, қойшы. жоқ, шығамын. Өп-үлкен жігітсің жоқ, өп-үлкен жігітпін Жасың я. қаншада? 27-те. Болды, қойшы. енді жоқ, мен айтып тұрмын ғой сізге. Ер азаматсың, ер азаматпын. Мен өзімнің нәпақамды тауып жүрмін, өзім нанымды тауып жүрмін. Жақсы. Мен сонда өзім нанымды қайдағы бір жоқтың аяғынан адамның маған жапқан несінен мен жоғалтқым келмейді. Мен сіздерге нормальный братан, анау мынау деп түсіндіріп жатырмын бағана бері. Мен нормально сөйлесіп тұрмын ғой. И сіздер вообще Мен нормально сөйлесіп тұрмын ғой. көріп тұрмын ғой бағана бері қалай сөйлеп тұрғаныңызды. Мен шығармаймын. Мен шығамын мына жерден. Не үшін шықпаймын мен? Маған айтыңызшы. жоқ, шығамын мен. ашсаңызшы. сындырасыз, ашыңыз. мынау біреудің имуществосы. жоқ, Атың кім? Жалғыз ба? жоқ, мен не үшін қатыспаймын, айтыңызшы маған, соны түсіндіріңізші. Саған түсіндірдім уже. Не деп түсіндірдіңіз? Заң бойынша түсіндірсеңізші сіз маған. Міне мынандай бап бойынша мынандай жағдай болып жатыр деп сіз маған айтсаңызшы. сол кезде мен түсінемін. Жалғасып баршы. не үшін мені кінәлі қылып тауып мені еш жаққа шығармай жатыр? енді не үшін онда мен мына кісі бағана айтты, менде видеода бар. Сен кінәлісің, сен өйткен шығарсың, сен бүйткен шығарсың. Ештеңені доказать ет. Үстінен прямой арыз жазып жатыр. жазсын, мен де жазамын. енді мен қатысуым керек шығар ол жерде. Одан арыз жазып болады.
сосын сенен арыз аласыз ба? енді Следователь біреу бұл жерде. енді мен болуым керек шығар ол жерде. Оның арыз жатқан сен не істейсің оны? жоқ мен үндемей тұрам. Үндемей тұрсаң да сіздер бағана бір ол кісімен күліп жатсыздар, әңгіме айтып жатсыздар, басқа жатсыздар. Бәлкім сіздердің араларыңызда қандай да бір келіссөздік болып жатқан шығар. Мен жала жауып тұрған жоқпын. Мен білмеймін ғой, енді мен кіргізбей жатсыздар ғой. Мен сол себепті барып тұруым керек шығар. Қазір сенен арыз аласың. Не үшін не үшін онда мені кіргізбей жатсыз? Қоя тұршы. жоқ мен өзімдікінен түсіндіріп Қоя отырмын. тұршы енді бетке түкірмей қоя тұр, сабыр маған мен сөйтіп сөйлеймін, маған өйтіп не істемей ақ қойыңыз. сабыр етші. Қазір сенен арыз алатын кезде ол қызды қатыстырмаймын. Дұрыс па? Сол үшін сен отырып отырған жерде. енді не үшін не себеппен мені кіргізбей жатсыз ол жаққа? жоқ заң бойынша айтыңызшы маған. заң бойынша айтыңызшы. Сізден арыз алып. жоқ енді заң бойынша қандай баппен қандай немен сіз оны сүйеніп айтып тұрсыз маған айтсаңызшы. мен шығамын, мен мына жерде отырғым келмейді мен. Ол арыз алып жатыр ол кісіден, сіздің үстіне арыз жазып жоқ мен қажеде қасына апара алмаймын мен сізді. жоқ мен жарайды мен ана жерде жүремін, мына жақта жүремін. Оның қасына апара жоқ не үшін мен мұнда қамап тастап тұрсыздар онда? сен қамап тұрған жоқ. онда мен шығамын. киімдердің қасында сен шашып неткесін. Осы мен шашып неткен жоқпын. сіз дәлелдеп нең бар еді? сіз мен жоқ менде мынау жатыр ғой, мына ответінің бәрі мынау жатыр ғой енді. сіз дәлелмен маған айтыңыз мақұл? мына қыздың арызында тұр. Жарайды. Киімдердің бәрін шашып тастаған, Жарайды. арендаға алған ойды ол. жарайды Біреудің сенен арендаға ақшасын төлеп алып Жарайды. дұрыс па? Жарайды. Киімдерінде нең бар оның? мен оны шашқаным жоқ. сіз қандай дәлелмен маған Ол айтып айтып тұр шашты деп. енді сіз маған қандай дәлелмен? менде видео барлығы бар, видео енді мен сабыр ете тұр. мен Қайда сыртқа барасың? шығамын. Сен сыртқа шығармаймын. Сенен мен жауап аламыз мен қазір. сыртқа шығып темекі тартып жүріңіздер біреуіңіз. Осы жерде. жоқ неге Балконыңызда шексеңші балкон. үйде болмайды темекі тарту. Онда күте тұрыңыз онда. Темекіні сәл сабыр ет сосын шек. жоқ неге не үшін мені шығармай жатсыз? Темекіні сәл. не үшін мені темекі шегіп не үшін мені шығармай жатсыз? темекі шегіп пайдасына. не үшін мені шығармай жатсыз? не үшін жоқ сіз айтыңызшы. жоқ сіз айтыңызшы не үшін мені алдарыңнан шегіп қайт енді бар. жоқ сіз тұра тұрыңызшы не үшін сіз мені мен оның қасына жібере алмаймын. Ол арыз жазып отыр. Сіз нешат етесіз. енді ол қандай заң бойынша мен нешат етемін айтыңызшы. Ол потерпевші ол жерде. мен сонда кім? мен сонда кім? мен сонда Сені потерпевшімін. ұрлады деп үстіне жазып енді мен де потерпевшімін, мені обзывать етіп вор деп мен де арыз жазамын. енді мен де қатысуым керек шығар ол жерге. Босасын сосын сенен алады арызды. Түсініп тұрсың ба? Кезек-кезектен жоқ қандай немен? ортадан мен бөліне алмаймын. онда сіздер неғып бірінші ол кісінің несін не істеп ол бірінші өйткені мен бірінші өзіп түсірдім мен бірінші өзіп түсірдім деп тұрмын мен сізге. ол түсіріпті. мен білемін. ол қойыңызшы мен білемін ғой. мен айқайлап тұрған жоқпын, мен сразу айтып тұрмын. мен өзіп түсіріпті мен бірінші өзіп түсіріп тұрмын сізге. жүш бол жалғыз. неге жоқ сіз маған түсіндіріп айтыңыз сіз қандай заң бойынша что мен ол жерге қатыспауым керек, қандай бап қандай статья. ана мен кісілермен жазылып жатқан енді мен де болуым керек шығар. не үшін мен кедергі келтіремін? мен тұрамын бәлкім сіздер ол жерде қандай да бір бұрмалаушылық болып жатқан шығар. мен қайдан білемін? бұрмалаушылық болды ол. енді мен білмеймін ғой ол енді. виноват емес қой, потерпевші сен не айтасың? мен де потерпевшімін. мен де ол кісі енді қалай бұрмалаушылық болды одан айтамын. енді мен білмеймін ғой. енді мен білмеймін ғой. мен де жоқ сіз енді қандай заң бойынша кірамайсың. жоқ сіз маған отырып тұр, болмаса темекі шекпей. жоқ сіз тұра тұрыңызшы. шығамын қазір. жоқ маған бірдеңе маған бірдеңе мен итермеңізші өтініш. итеріп жатқаным сіз артур тақа алмай маған. мен тақалып тұрмын, сіз артур. мен осы жерде тұрмын, мен сен жақындама маған. мен жақындап тұрған жоқпын. мен ар жаққа өтуім керек. не үшін өтпеймін соны маған ол түсіндіріп. арыз қабылдап жатыр ол жақта. енді өтпейсің. мен не үшін кіргізбеймін? арыз қабылдап жатыр. енді мен не үшін кіргізбеймін? енді сіздер жаңа өзің айтқандай темекі шекпей, болмаса ана диванда отыр. Ол жаққа сіздер кіре алмайсың. жүзекке қанша адамның арызы бойынша келдіңіздер? бір адамның ғана арызымен келдіңіздер ме? ол бірінші звондады. жоқ, мен бірінші звондадым. сіз өйтіп қателеспеңіз, сіз қателесіп тұрсыз. мен бірінші звондадым. кім бірінші вызов тастаған? мен сізге айтып тұрмын. мен бірінші вызов тастадым. сіздер базадан да тексеріңіздер қазір. осыдан онда болды, онда базадан маған тексеріп көрсетіңіз кімнің вызовы. осы күнгі бірінші болды. кішкене заң бойынша жұмыс істеу керек та адам деген бар ғой. заңмен емес қой, как положено. алмаймын, мен до конца аламын. мен кетпеймін, осы жерде тұрамын. шықпаймын, тұрамын осы жерде. мен не үшін кіргізбей тұрсың мені? қалай сасық? Күтейін аяқтан. жоқ тұра тұрыңыз. жоқ қалай сасық деп айтып тұрсыз мен? жоқ мен не дейін, мен қандай заң бойынша кіргізбей тұр ана жаққа айтсаңшы. жоқ саған түсіндірді ғой. жоқ енді ол қандай да бір заңға сүйеніп айтқан сен неадекватсың ба? мен адекватпын. мен уже нервім ауып кетті. мен ешқайсысы тыңдап жатқан жоқпын мына жерде. сен қазір жазасың ғой арызды, қойсай болды. мен не үшін кіргізбей жатсыздар енді? енді сен де жазасың ба? енді заң қай заңға сүйеніп айтып тұрсыз енді?
қай заңға сүйеніп айтып тұрсыз? жүр кеттік деймін. Қай заңға сүйеніп айтып тұрсыз? Мен айттым следственный действие Енді қай нақты вообще жоқ. видеоға түсіруге де Неге болмайды? өйткені следственный действие Енді болып мен жатыр мына квартирада. өзімнің құқығымды қорғауым керек шығар. Ол кісі менің үстімнен арыз жазып жатыр. Ол кісі менің үстімнен арыз Не жазып деп жатыр. саған қол көтерді ма бро? Ол қол кісі көтерді ма? маған ұрлыдан Енді сен де жазасың. Енді мен сол үшін видеоға түсірмін. Сіз маған қай заң бойынша түсіруге запрет қойып тұрсыз, айтыңызшы. Мен саған түсіндірдім, сен не адвокат емессің. Не адвокатың емес бұл жерде. Бұл жерде сіз маған түсіндірме жұмыстарын ешкім жасаған жоқ. Келе салысымен ешкім таныстырған жоқ. Барлығы грубо, деп. Хорошо жүр.